Бұл оқиға маған ерекше әсер етті. Естігенде көзіме жас алдым. Пайғамбарды, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, түсінде көрген жігіттің оқиғасы туралы жолдасыма баяндап бергенімде, ол да көз жасына ерік берді. Қоңырқай тіршілік кешіп жүрген бір танысым бар. Анасының қайтыс болғанына бірнеше жыл болды. Жас болса да екі қарындасы, әкесі мен ағасы соны қамқорлығында. Өзі де ағасы да үйленген. Бала шағасы бар. Өмірде жақсы адамдар көп қой. Олардың бір қажетіне жараған сайын өзіңді бақытсыз сезінесің. Әлгі жігіт сондай жанның бірі. Менімен ашық сөйлеседі. Сырын жасырмайды. Жуырда басынан өткен бір оқиғаны айтып берді. Айлығы шайлығына жетпейтін ол мұңын шақса бір Аллаға білдіреді. Қанша қиналса да алақан жайып ақша сұрамайды. Намысты жігіт. Бір күні қаражаттан әбден қиналып кетсе керек. Қажетін адамнан емес Алладан сұрап, оған үздіксіз мадақ айтып, пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлем болсын салауат айтыпты. Әсерлі оқиғаны сол кісінің сөзімен баяндайын. Аға, менің тұрмыстық жағдайымды сіз жақсы білесіз ғой. Сізден ештеңе жасырған емеспін. Бір күні қаражаттан қатты қысылып кеттім. Бірнеше кісіден қарыз алғаным бар. Ол да үлкен уайым болып жүрген. Қарыз бен уайымнан құтылу үшін оқылатын арнайы дұға бар. Ұстазым үйреткен дұғаны түнде жатар алдында бірнеше рет оқыдым. Кемі 1000 рет Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айттым. Кешірім дұғасы мен салауатты тоқтаусыз айта бердім. Бір кезде әбден шаршап, қалай ұйықтап кеткенімді де білмей қалыппын. Түсімде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедті, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, көрдім. Жүзін көрсетпестен, маған жолдаған сәлеміңді қабыл алдым. Уайымдама. Алла қаласа, бәрі жақсы болады. Ертең қуанышты хабар жетеді деп, аяңдап кері кете бастады. Мен оның нұрлы дидарын көргім келіп, соңынан қалмай жүгіріп келем. Енді оң жағына жақындай бергенде, ол ақырын ғана байсалды қимылмен солға қарай бұрылып, жүзін жасырды. Мен сол жағына қарай ыңғайланып, жүзін көруге талпынып едім. Ол оң жаққа қарай ақырын бұрылып, тағы да жүзін көрсетпеді. Сосын көп ұзамай көзден ғайып болды. Оның нұрлы жүзін көруге қатты талпынғанмен, бұл әрекетімнен нәтиже шықпады. Екі дүние сәруары пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, мүбәрәк жүзін көру нығметінен әп-сәтте мақұрым қалып, өңменімді өксік кернеп, жылай беріппін. Таң намазына тақау уақытта шошып ояндым. Көзден шыққан жас бет жүзімді жауыпты. Үсті басым су. Әбден терлеппін. Ұйқымда шайдай ашылып, аяқ қолым дірілдеп, біраз уақытқа дейін өзіме келе алмадым. Таң намазынан кейін әдеттегі шаруама кірістім. Бір қуанышты хабарды іштей күтіп, үміттеніп жүрмін. Түске таяу біз тұрып жатқан пәтер иесі хабарласып, жұмыс кеңсесіне келуімді өтінді. Жалдап тұратын үйдің қожайыны кәсіпкер. Мүмкін осы кісі бір қуанышты жаңалық айтып қалар деген ниетпен құстай ұштым. Бауырым, сенің отбасылық жағдайыңды жақсы білемін. Бір өзің үлкен шаңырақты алға сүйреп келесің. Кейде пәтер ақысын уақытылы төлей алмай қаласың. Бәрін түсінемін. Осы жылғы отбасымның
зекетін саған, сенің үлкен отбасыңа берсем деген ойға келдім. Егер қарсы болмасаң, осы қаражатты сен алсаң, игілігіңе қолданарсың, деді. Мен не дерімді білмей, Алла разы болсын аға, Алла разы болсын аға, дей беріппін. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, ертең қуанышты хабар жетеді деген сөзі тағы есіме түсіп, көзіме жас ұршып түсті. Бұл қуанышты хабардың басы екен, қайдан білейін. Бір кезде әлгі үй иесі, үй сатып алуға қаражатың бар ма? Егер жинаған ақшаң болса, сен тұрып жатқан үйді өзіңе сатсам, деген ниетім бар еді. Оған қалай қарайсың? Қанша қаражатың бар, десе бола ма? Бірнеше жылдан бері пәтерден пәтер жалдап, үйсіз жүрген мен үшін бұл ұсыныс төбемнен суық су құйып жібергендей әсер етті. Не айтарымды білмей, тосылып қалдым. Аға, менің қолымда сіздің берген мына зекетіңізден басқа ештеңе жоқ, дедім. Шынында әңгіменің тоқетері осы еді. Алғашқы жарна ретінде аз-мәз болса да қаражат бере алмайсың ба? Деп мені тағы тығырыққа тіреді. Аға, менің бір басымда қаншама қарыз бар. Оны несіне жасырайын? Егер маған үйіңізді сатуды ниет еткен болсаңыз, мына зекет ақшасын ғана бере аламын, деп өзімше талап қойдым. Ол кісі мен ойланайын, жауабын ертең айтам, деді. Сөйтіп үнсіз шығарып салды. Осы қуанышты жайтты әкеме, ағама, жеңгеме, қарындастарыма жеткіздім. Бәріміз дұға жасауға кірістік. Егер сол үй біздің құлшылығымыз бен тіршілігіміз үшін қайырлы болса, Алладан оның нәсіп болуын тіледік. Шынында, бізге ненің қайырлы екенін бір Құдайға аян ғой. Бір-бірімізбен сөйлесу доғарып, тек дұға жасап, кешірім тілеп, пайғамбарға салауат айттық. Ертесіне таңертең үй иесі хабарласып, мен сенің жағдайыңа қарамастан, үйді ешқандай жарнасыз өзіңе сатуға шешім қабылдадым. Қазір нотариусқа барып, келісімшарт жасайық. Үйдің ақшасын ай сайын қанша мөлшерде бөліп төлеймін десең де, мен оған разымын. Ең бастысы ниетімді Алла қабыл етсе болғаны, деді. Сонымен, менің талабым бойынша айына қыс мезгілінде 200 мың, жаз мезгілінде 300 мың теңге жіберіп тұруға заңды түрде келістік. Бұл қуанышты хабарды естіген үй іші мәре-сәре күйге енді. Бәріміз қуаныштан көзімізге жас алдық. Сөйтіп, нотариусқа барып, үйді сатып алу құжатын рәсімдедік. Маған берген зекетті өзіне қайтардым. Зекет есебінен үйдің жалпы сомасының біраз бөлігі азайды. Бұл менің өмірімдегі ұмытылмас күннің бірі еді. Аллаға сансыз шүкірлермен, оның елшісіне салауаттар болсын. Қазір Құдай нәсіп еткен осы үлкен үйде тіршілік етіп жатырмыз, аға. Бізге бұл жер үй өте қолайлы. Өйткені үлкен үй 2 отбасыға арналып салынған. 2 жанұяға 2 бөлек есіктен кіресіз. Құдды Хақ Тағала бұл үйді о баста біздің әулетіміз үшін тұрғызған секілді. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Біздің әңгімеміз осы жерден кілт үзілді. Бір күні Хақ елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, жүзінен қуаныш байқалады. Сол кезде сахабалары, «Уа, Алланың елшісі, жүзіңізден қуаныш байқап тұрмыз», дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, маған періште келіп, «Уа, Мұхаммад, Раббың, үмбетіңнен саған біреу бір мәрте салауат айтса, мен оған 10 салауат айтамын. Үмбетіңнен саған біреу бір мәрте сәлем жолдаса, мен оған 10 сәлем жолдаймын.
осыған разы боласың ба деді. Мен әрине разы боламын деп жауап бердім деген. Тағы бір хадистердің бірінде кім маған бір салауат айтса, оған Алла 10 салауат айтады және оның 10 қателігін кешіреді, әрі оның дәрежесін 10 есеге көтереді делінген. Алла тағала баршамыздың екі дүниеде мерейімізді үстем етіп, дәрежемізді арттырғай. Әмин.